Бауырлас халқымыз Алатаудың қос өңірін қатар еміп жатқан қырғыз халқының атынан жыр байрағын желбіретіп жеткен арқалы ақын ініміз Нұрсұлтан Малдыбай бауырымыз, қарсы Елгендеген қазақтың арасына сөзімді мен тартайын таразыда. Алты шайтан қырғыздың атын берген Манаспен Бегімайдың ағасына. Аллаға құттықтап қол соғайып жүзіңдер деп махаббат кемесінде. Айтпақшы бұл Алтайға ертіп кепті, келін түгіл болашақ енесінде. Қандарға тұр екен толмай көңіл, бізді де шығыстағы қолдайды өңір. Екі жұп бір-біріне шапан жапты, көңілі бір-біріне болмай темір. Біздерде жабатұғын ештеңе жоқ, жаңбыр жауып кетпесе болдай төвір. Досқан Жолжақсынов және әнші, тележүргізуші, құрмет орденінің егері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қарагөз Сүлейменова. Қошеметтеріңіз. Ән айтқанды жақсы көреміз. Бүгінгідей қазылар алқасы толқыған күнде де ән айтқымыз келеді. Түймедей қаққа таңырқай берме, иінедей мұңдың айзадай көріп, жауабым бұлттай жабырқай бермей, жарқ ете қалшы найзағай болып, жарқ ете қалшы найзағай болып. Бабадан аманат болған ұлық өнерімен сусындап, 6 сағат бойы тапжылмай отырған Шығыс Қазақстан өңірінің асыл халқына барша ақындарды сахна төрде шақырамыз. Төрлетіңіздер. Шырайлы шығыстың экономикалық тұрғыдан ғана емес, рухани тұрғыдан да өсіп кемелденіп келе жатқандығының бір мысалы кешеден бері болып жатқан бүкіл Алаштың құлағын жүрегін елеңдеткен халықаралық фестиваль. Осы дауылпаз ақындарымыздың бірі болған Ақтан Нұрбаев атындағы арнайы 500 мың теңгелік жүлдемен осы елдің туын көтеріп жүрген бауырымыз Қуаныш Еркінұлы марапатталады. Қалихан Ысқақов атындағы арнайы жүлде Гүлжан Ықылас қарындасымыз марапатталады. Құрметті ағайын, қадірменді қонақтар, айтыс бұл төл өнеріміз мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ұлттық мұрамызды сақтап, төл әдебиетіміз бен мәдениетімізді
арман қарай дамыту аясында берген тапсырмалардың аясында жасалып жатқан бұл үлкен іс-шара барлығымызға құтты болсын. Уақыт тауып осында келіп отырған үлкен ағаларымызға, апаларымызға басымызды иіп рахметімізді айтамыз. Отауызды, орақ тілді біздің жүректеріміз құтты болсын барлығы. Тағы да қайталап айтамын, бұл жарыста жеңілген ешкім жоқ. Барлығы да жеңімпаздар, өйткені халықтың құрметіне бөлену, халықтың алғысын алу, бұл жеңіс емей немене. Жеңістеріңіз құтты болсын. Рахмет. Сонымен 3 миллион теңгелік халықаралық айтыстың бас жүлдесіменен Сарыарқаның Сахи даласы Ордалы Қарағандыдан келген ақын Дидар Қамиев марапатталады. Қатонға кеп бас бәйге ұтқан қандай, бұл жердің сап ауасын жұтқан қандай, Алталаш баласының басын қосып, Өралтайдың бауырына құт қонғандай, мынандай ғажап тұмса табиғатқа қайтуың мүмкін емес түктан қалмай. Ағайын сенің берген ақ батаң ғой, бәйгеден озып келсем жұрттан қалмай. Төбем көкке жетпей тұр бірақ елі, мұзтаудың биігіне шыққан жандай. Рахмет.